Biz крышаға шықтық. Мен сіздерге өзіміздің крышамды көрсетемін. Бізде тура үйіміздің жанында церковь бар. Не осындай. Тағы сіздерге бір ақпарат айтып кетейін. Жалпы Кореяда барлық осындай крышалардың төбесі жасыл түспен боялған. Негізі бұның бір мынандай құпиясы бар екен. Кезінде, соғыс кезінде төбеден ұшақпен шабуыл жасаған кезде мынау үйлер емес, жер сияқты болып, кәдімгі жасыл шөптердің арасында жасыл болып байқалмай қалу үшін осындай жасыл түспен бояу керек деген тактика қолданылған екен. Содан бері осылай қалып қалған. Жасыл түспен бояу керек. Міне мына жақта тағы жасыл түстегі крышалар тұр. Төбелер. Ар жақта тағы біреу көрсеңіздер. Біздің Қазақстанға кетуімізге 3 күн қалды. Өте қуаныштымыз. Енді біз туысқандарымызға апаратын сыйлықтарды әдемілеп реттеп жинайық деп жатырмыз. Қазір көрсетем тағы да. Міне мынау список. Мына жерде список бар. Кімге не беру керек? Осы 4 бет қағаз. Біз қыздармен крышада бүгін тамақ жеп жатырмыз. Өстіп маған үйдің алдына подарок тастап кетіпті. Коробканың ішінде не бар екен көрсетейін сіздерге. Распаковкачек. Біздің үйіміз 2-ші этажда орналасқан. Мен сіздерге қазір үйімді көрсетем. Бірақ шашылып жатыр. Себебі ертең кетеміз уже. Чемоданное настроение болып тұр. Сол үшін өзім эстетик түсірем деген, бірақ не получилось. Все-таки түсіріп көрсетем. Не, біздің үйіміз осылай. 2-ші этажда орналасқан. Осылай код жазамыз. 25-29 деген. Мен пока монтаж жасап біткенше бұл үйдің паролін ауыстырып тастады явно. Міне кіре берісіміз осындай. Мынау біздің Қазақстанға алып кететін заттарымыз. Осылай жинап қойдық. Так, кіре берісте мына жақта менің косметикаларым, телевизор. Сосын бізде осындай үлкен үй. Үлкен бөлме, мына жақта балкон. Балконды көрсетіп шығайын. Та-дам! Кірлер жайылып тұр. Осындай кішкентай балкон. Мына жақтан біздің көршілеріміз. Енді бұл біздің тамақ ішетін орнымыз. Киімдер бәрі шашылып тұр. Бұл менің кухням. Қайырсын камера алып кетеді. Бұл менің кухням, эстетик видео түсіріп жүрген. Мына жерде магнитиктер көп жабысып тұрып тұрған. Алып тастадым барлығын. Міне осындай. Енді получается мынандай үй. Мына жақта кухня. И мына жақ бөлмесі. Жатын бөлмесі, біздің спальный. Қазір кешке уже сағат примерно 8 болып қалды. Біз Еламанның достарымен, ағаларымызбен қоштасуға келдік халал кафеге. Халал тамақ жейтін жерге келдік. Осындай примерно
Біздің қазақстанский заттардың барлығы бар. Құртқа дейін бар бұл жақта. Санаулы сағаттар қалды Қазақстанға қайтуға. 24 сағаттан аз уақыт қалды. Біз қоштасып жатырмыз барлық таныстарымызбен, дос құрбы жолдастарымызбен. Қазір мен подругаларыммен кездесем, қоштасуым керек ол кісілермен. Қыздармен рамен жеп отырмыз далада. Мафия солын не дейміз бәген. Өзіміз кеміз баған, я? Өзіміз болғанда. Біздің көршілер. Мен осы жақта сестрам тұратын, көрші домда. Бізге бүгін үйден келіп тамақ ішіп кетіңдер деді. Сонымен тамақ ішіп, аэропортқа жолға шығамыз, Құдай қаласа. Бүгін ден екс. Зейн, бүгін кетеміз ғой, білесің сен? Бесеуді уезжаемыз да? Зейн, атаға барасың ба? Зейн, аньоң деш? Аньоң. Достар, мен киініп дайындалып алдым, уже бізді шығатын уақыт болып қалды. Біз қазір Инчхон аэропортына барамыз. Оған шығу үшін бізде бір 2-2,5 сағат уақыт кетеді. Мен уже үйлердің толын сүртіп дайындап қойдым. Үйді өткізгелі жатырмыз. Достар, біз қазір уже жолға шығып бара жатырмыз. Астында адамдар күтіп тұр. Құдай қаласа Инчхонға шығарып салады. Инчхонға аэропортқа. Үйімізбен қоштасып жатырмыз. Біздің ыстық ұямызбен, уютный домигімізбен кішкене көңілім босап тұр. Елімізге қайтып баратыр. Аллахқа мың да шүкір. Осындай жақсы үйде, жақсы жерде бізді амандықта, жақсылықта сақтап, Аллах тағала аман есен жол берсін. Қазақстанға қайтамыз. Біздің бұл күйеуіміз екеуміздің тұрған бірінші үйіміз ғой. Екеуміздің отбасы құрған жеріміз. Жылағым келіп кетті ғой. Давайте. Давай, құрбы. Давай. Сағат 11-15 болды. Біз Инчхон аэропортына шығып бара жатырмыз, машинада отырмыз. Иншалла. Блог түсіріп жатырмын. Ютубқа салам, Құдай қаласа. Ал аэропортқа кетіп барамыз. Шопыр жігіт. Нұржан. Балшинский. Денге. Лавашон деп па. Ас болсын. Иншалла жолға шығып барамыз. Чалгай. Терминал 1. Аньоасе요. Сағат 1-18 кетті. Біз аэропорттамыз уже. Ой, мен сендерге аэропорттың туалетін сырып кетпесем болмайды. Давайте кеттік. Регистрация өтуге келіп жатырмыз. Таволчетан көңілге қалай? Бұл өзінше интрига жасап жүр. Мен де Қазақстан қайтып баратырмын деп, табыл пока что қайтпайды. Мен паспорт түсінбей. Еламан түріне қарап шошып кеткен ғой. Ана паспортқа қарап Еламан түріне қарап өзгеріп кеткен ғой. 5 жылдың ішінде. Мына жерде қоштасу болып жатыр. Біздің Кореядағы туысқандарымыз, ағаларымыз келген бізді шығарып салуға. Табол, бергеш? Бергеші? Чатам, осы жерде тұр, я, осы жерде. Қалай сезім қалай? Сен де скоро қайтасың ба? Корея қалай? Жақсы ма, ұнай ма саған? Мен тәтең кетіп бара жатыр деп жүрегің ауырып жатқан жоқ па? Мен білмейтіндер болса, мен бұл туған інім.
Кореяга бирге келгенбиз. На голодный желудок нельзя летать. Саат бизде азыр 3-ке 5 минут калды. 3 саат калды Казакстанга кайтууга. Тамак жейге кетип бара жатырмыз. Еламан бургер жейм дейт. Мен кимпап пен рамен жеп кеттим деп жатыр, напоследок. Мен дейтін рамен бар ма екен бұл жерде? Мен рамен алған жоқпын. Кимпап пен витамин алдым. Dior'dan bir zаттар algım geliyor edi. Kosmetika. Doktor Jart maskaları. Dior'ga barayın. Зал ожиданияның барлығында осындай балаларға ойнауға арналған пакеткалар бар. Күшті жасап қойған. Ал бұл жер темекі шегетін орын. Мына жерде осындай су ішетін орындар тұр. Таза су. Мынаны басып, осылай су ішуге болады. Сағат 5-тен 5 кетті. Самолетімізге отыруға бара жатырмыз. Біз самолетқа отырдық. Өзіміздің әдемі орындарымызды тауып ыңғайланып алдық. Біз тура терезенің алдынан күшті орын алдық. Көңіл күйіміз өте керемет. Сағат қазір 6-ға 15 минут қалды. Құдай қаласам, енді 6-7 сағатта Қазақстанда боламыз. Жан, менен сізге сұрақ қоям. Кореяда қанша уақыт болдыңыз сіз? 5 жылға жақын болды. Енді 5 жыл Кореяда болып, Қазақстанға қайтып бара жатқанда қандай сезімде? Оны өзімді түсінбей отырмын, о негізінде. Айтып жеткізе алмаймын шынымен. шынымен де 안내 말씀드리겠습니다. сене алмай отырмыз. Қызық 짐은 자석 밑이나 선반 속에 넣어주십시오. бірақ қуаныштымыз. 설정된 깨지기 쉬운 ұшайын деп жатырмыз. 다만 이착륙 시 사용 가능한 전자기기는 손에 언젠가는 꼭 돌아올 거라고
서울타워를 찾아주신 고객 여러분께 잠시 안내 말씀. Бүгін уайымдап жүріп ел аман екен, дұрыс тамақ жемегенбіз ғой. Қарнымыз ашып отыр. Біз тамақ беретін сияқты. Что-то пахнет вкусно. Надеемся, что там будет что-то вкусное. Тез берсінші. Кашу. Уайымдап жүріп тамақ алмағанбыз ғой, ештеңе жемегенбіз дұрыстап. Қазір сіздерге бізге қандай тамақтар берген көрсетейін. Біз горячийға чикен алдық. Күрішпен чикен алдық. Фокус. Күрішпен чикен алдық. Сосын бұл жерде нан, май. Бұл жерде салат. Десерт. Чизкейк сияқты или желе или чизкейк. Вкусно выглядит. Міне бізге осындай тамақтар берді. Ас болсын. Сағат неше болды? Сағат 12-ге 10 минут қалды. 12-ге 10 минут қалды. Бізге легкий перекус келіп берді, пицца осындай. Бізден былай көрінетін стақ. Мы почти у цели. Чуть-чуть осталось. Санаулы минуттардан кейін туған елімізге оралымыз. Долгожданная встреча. Да, біздің Алматы. Не деген әдемі, үлкен. Достар, біз Қазақстанға келдік. Ура! Ура! Паспорт контрольдан өтіп қойдым, ел аманды күтіп тұрмын. Күшті ғой, бәрі қазақша сөйлейді. Өзімізге таныс адамдар. Қызық болып тұр маған қазір. Жазулар да қазақша.